Жаңа жылдан бастап 3 миллион 900 мың адам декларация тапсырады. Бұл жолы заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және жеке кәсіпкерлер әрі олардың жұбайлары тексеріледі. Қаржы министрінің орынбасары Ержан Біржанов осындай мәлімдеме жасады. Негізі жалпыға бірдей декларация 2 жыл бұрын енгізілген еді. Биыл 2,1 миллион адам меншігін жария етті. Бұлар мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар, қызметкерлері және жұбайлары. Ал келер жылы 3,9 миллион тұрғын қамтылатынын айттық. Ал 2025 жылы қазақстандықтар қолда барын жайып салуы тиіс. Бас аяғы 6,4 миллион адам. Осылайша декларациялау кезеңдерінен 13 миллионға жуық қазақстандық өтеді екен. Сонымен жеке тұлғалардан талап етілетін мыналар: шетелдегі жылжымайтын мүлкі немесе көлігі. Егер шетелдік компаниялардағы үлесімен банкте 7,13 мың доллардан асатын қаржысы болса, жасырмағаны жөн. Құнды қағаздар, цифрлық активтер, алтын, 34,5 миллион теңге көлемдегі ақша мен өзгелермен арадағы келісім шарт бәрі де декларацияға жатады.